Сәлем қыздар, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен сіздерге бөлме гүлдеріне дайындайтын топырақты көрсетіп бөліскім келіп отыр қыздар. Дәл осы қоспадағы, дәл осы профессиональный, мощный, рыхлый, өте торфяной, гүлдердің тамырын шірітпейтін қаншама қоспасы бар әр гүлге әр қалай жасалынатын топыраққа заказ берсеңіздер болады қыздар. Мен WhatsApp номерімді қалдырып кетемін экранға. Сол себепті де маған тек қана топырақ қана емес, гүлдерге керекті кез келген дәрі-дәрмек, препарат, гүлдеріңіздің фотосын, видеосын жіберсеңіздер, мен сіздерге таңдап бере аламын қыздар. Мына жерде қараңыздар, қанша мазат. Мен андай дренаж бар ғой, керамзитін де топырақтың құрамына қосып жіберемін. Горшоктың астына ешқандай да дренаж, керамзит, ондай еш нәрсе төсемесеңіздер де болады қыздар. Мына древесный уголь. Бұл дегеніміз тамырын шірітпей, залалсыздандырып тұрады қыздар. Мына жерде қараңыздар, террафорте деген мына грунт гүлдерге арналған. Және тек қана осыған отырғызуға болмайды қыздар, оған мына агробальт, профессиональный торф. Былайша айтқанда, торфяной өте жеңіл. Бұл қыздар топырақта суды ұстап қалмайды қыздар. Сол себепті де гүлдеріңіздің тамырын шірітпей тұрады. Қыздар, тағы да мына жерде мына қараңыздар, кремновит. Бұл дегеніміз мына қараңыздар өте осындай питательный, рыхлетіп тұратын, тамырына ауа жіберетін және удобрение болатын, гүлдеріңізге питание беретін, мына қараңыздар, гүлдерге арналған мына қоспа. Мына жерде мына вермикулиттің мына қараңыздар ірі түрі, ірі емес, енді средний түрі бұл. Мен ірісін қолданбаймын. Мына жерде перлит, мына сосновый мульча, мына жерде мына қараңыздар мокс, фагнум. Қыздар, бұның барлығы гүлдердің тамырына өте керемет питание береді қыздар. Осының барлығын араластырып, қазір сіздерге қандай керемет топырақ шығатынын көрсетемін қыздар. Осындай топыраққа заказ берсеңіздер болады қыздар. Және де бұл нейтральный топырақ қыздар. Женское счастье, мужское счастье, және де фиалкаларыңызға болсын, доллар гүлдеріңізге болсын, декоративный листваны қандай да бір гүлдеріңіз болса, арнайы топыраққа, составқа заказ берсеңіздер болады қыздар. Сол кезде гүлдеріңіз өте керемет, өте әдемі өсетін болады. Мына жерде мына гүлдердің қаншама қоспасы бар, мына гүлдерге арналған древесный уголь, мох, кремновит деген мына қыздар, бұл питать етеді, өте керемет рыхлить етеді тамырын. Осындай топыраққа қаншама қоспасы бар, мына қараңыздар, өте әдемі, қанша қыссақ та мына гүлдердің тамырын шірітпейтін керемет топыраққа заказ берсеңіздер болады қыздар. Мен жаңа айтып өткенімде мына дәл сондай неге мына тамырлатып фикус одри гүлімді отырғызып қойдым қыздар. Өте әдемі, өте жеңіл су құйып қойдым енді тамыр жаңағыдай отырғызғаннан кейін, және цирконмен суғарып, циркон шашып қойдым жапырақтарына. Осындай топырақтарға заказ беремін десеңіздер, және де кез келген гүлдеріңізге қатысты сұрақтарыңыз болса, гүлдер чаты жұмыс жасап тұр, тағы да қыздар айта өтетін мәселе. Бір рет қана чатқа қосылуға 3000 теңге төлейсіздер, болды. Чат ешқашанда өшпейді. Қалаған кезіңізде үнемі сұрақтарыңыз болса, сұраққа жауап алып отыратын боласыздар. Тікелей мен өзім жауап беріп отырамын қыздар. Менде инстаграмға өтсеңіздер, отзывтар өте керемет, отзывтар өте көп. Гүлдерді менімен бірге әдемі өсіру үшін ашылған чат ол. Немесе осы топырақтың құрамының барлығын үйреніп аламын, өзім жасаймын, қайсысы қандай қызмет атқарады, қандай гүлдердің аурулары бар, зиянкестердің түрлері, оларды емдеу, дәрі-дәрмек қандай қолданамыз, қалай әдемі өсіреміз, барлығын үйренемін десеңіздер, қыздар, гүлдер курсы бар менде. Барлығын сіздерге презентация және видео сабақтар кері байланыспен әдемі етіп, үйретіп, толығымен үйрететін боламын қыздар. Ол үшін маған WhatsApp-қа жазсаңыздар болады. Мына жерде мен айтып өткендей, мынандай тыңайтқыштарға заказ берсеңіздер болады. Бұл әрине енді менің өзімнің қолданып жүрген тыңайтқыштарым қыздар. Мен видео қалдырып кетемін, қандай тыңайтқыштар бар, қалай қолдануға болады деген сияқты. Мына гүлдің топырақтың барлығын араластырып, мен заказға дайындап отырмын. Мына бұл нейтральный топырақ қыздар. Қараңыздар, қаншама қоспасы бар гүлдердің. Сіздерге рахмет айтады гүлдеріңіз. Осы топырақта өсетін болса, гүлдеріңіз рахмет айтады қыздар. Инстаграмға өтіп, үнемі бақылап отырсаңыздар да болады. Назарларыңызға рахмет қыздар. Каналға тіркеліп қойыңыздар. Ақпаратты, гүлдер туралы көптеген ақпаратты алу үшін каналға тіркеліп қойсаңыздар да болады қыздар. Мына жерде жаңағы айтқанымдай, қараңыздар, мына доллар гүлін маған емдеп бер деп келген болатын, әжімденіп кеткен. Ол гүлдің барлығын кесіп тастадым, тамырын ашып емдедім. Мына қараңыздар, мына препаратты қолданғаннан кейін, мына Силиплант универсальный деген препарат, әр удобрение дәрі ретінде де бұны гүлдерге және тыңайтқыш ретінде қолдансаңыздар да болады. Осыны қолданғаннан кейін қараңыздар, 1 десттен 5 стрелка шығарды. Ауырып келген гүл. Егер де осылай гүлдеріңіз ауырып тұрса да, менен кеңес алу үшін гүлдер чатына қосылсаңыздар да болады қыздар. Барлығын түсіндіріп отыратын боламын. Заказ берсеңіздер, кез келген Қазақстанның қаласына почта арқылы немесе индрайвер арқылы заказыңызды жеткізіп береміз. Назарларыңызға рахмет. Гүлдеріңіз жайқалып өсіп, сіздерді қуанта берсін. Және де менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.